Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ал білім сипаты алуан түрлі. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем әдебиет арқылы да жеткен. 7 ғасырда өмір сүрген Әлінің ел ішінде ілімнің қақпасы аталып кеткендігін рас өтірігін сынау мақсатында жерлестері оған 10 адамды кезекпен жібермекші болған. Олардың бәрі Әліге білім артық па, байлық артық па деп бір ғана сұрақ қоятын болып келіскен. Егер осы сұраққа 10 түрлі жауап берсе ғана оны шын мойындамақ болыпты. Сонда Әлі әр адам қойған бір сұраққа былай деп жауап берген екен. Білім артық, өйткені ол пайғамбарлардан қалған мирас, байлық бақылдардан қалған мұра. Білім артық, білімдінің жанында адал достар көп болады, ал бай адамның қасында амал достар көп болады. Білім артық, ол досыңды көбейтеді, байлық дұшпаныңды арттырады. Білім артық, оны қанша жұмсағанмен азаймайды, байлықты жұмсай берсең бір күні түгесіледі. Білім артық, оны ұры қарыдан сақтаудың керегі жоқ, ал жиған дүниеңді сырт көздерден қорғаштаумен өтесің. Білімің көп болса, ел саған қызығады, байлығың көп болса, ел сені қызығады. Білімнің артық болатыны да сол. Білім артық, білімің көп болғанмен есеп-қисап жүргізбейсің. Байлығыңа ұдайы есеп жүргізіп тұруың керек. Білім қанша көп болса да іріп-шіріп кетпейді. Дүние мал болса, бүлінеді. Сондықтан да білім артық. Білім артық, ол кісілігің мен кішілігіңді арттырады. Байлық болса, сараңдық пен қомағайлығыңды арттырады. Шынайы білімді адам орнымен сөйлейді, ізеттілігі де артады. Байлығы мол адам оған мастанып мақтанады, астамшылық көрсетеді. Сондықтан білім артық деген екен. Білім де, байлық та, өнер де, кәсіп те тек оқудың арқасында болатыны белгілі. Білімді адамның ала алмайтын биігі жоқ. Бәріне де өнердің, білімнің нәтижесінде қол жеткізуге болады. Сол себепті оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ демекші, үлкен бол, кіші бол, барлық адамға оқу керек. Білім таусылмас қазына деген сөз бар. Нағыз бай адам қалтасында миллиондаған доллар ақшасы бар адам емес, нағыз бай білімді адам. Себебі әкесінен мұра ретінде қалған немесе басқа да түрлі себептермен кездейсоқ байыған жанның одан айырылып қалуы да оп-оңай. Ал білімді адам болса, кез келген жағдайда, кез келген ортада жүріп, мол байлық жасаудың жолдарын қиыннан қиыстыра таба біледі. Мен алдағы мақсатым YouTube арнамдағы оқырмандар санын 100-ге жеткізу. Кәне достар, көмектесіп жіберіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет. Құрметті достар, егер де видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.